Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Сандуғаш. Бүгін сіздермен күріш пен подлив жасайтын боламыз. Өте дәмді және тез дайын болатын тамақтардың бірі. Бізге қажетті заттарымыз картошка, сәбіз, пияз, чеснок, ет және помидор қажет болады. Қазанымызды газге қойып, майымызды қыздырып алатын боламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып қып-қызыл қуыратын боламыз. Достар, менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта өте оңай және тез дайын болатын рецепттермен бөлісетін боламын. Етіміз қуырылып жатқан кезде күрішімізді бөлек қайнатып алатын боламыз. Күрішімізді жақсылап жуып, салып, мультиваркаға саламыз. Сөйтіп, кішкене тұз қосып, бөлек пісіріп алатын боламыз. Кішкене тұз араластырып жіберсек болады. Подливіміз дайын болғанша уже күрішіміз де пісіп дайын болып қалады. Салып алдық. 15-20 минутта уже күрішіміз дайын болады. Етімізді қып-қызыл етіп қуырып алдық. Енді пиязымызды, сәбізімізді қосып қуыратын боламыз. Достар, видеомды соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Пиязымыз қып-қызыл болғанға дейін қуырып аламыз. Енді картошкамыз бен чесногымызды салып қуыратын боламыз. Мен кішкене соя майын қосып жіберемін. Картошкамыз қып-қызыл әдемі болып қуырылғанға дейін жақсылап қуырып алатын боламыз. Кейін ең соңында мен помидор саламын. Помидорымызды езілгенше қуырып аламыз. Достар, видеомды соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Қуырып алдық. Енді су құятын боламыз. Суымызды құйып аламыз. 10-15 минутқа бұқтырып, бұны да пісіріп алатын боламыз картошкамызды. Үстіне перепаровала қосып, лавровый қосып қойсаңыздар болады. Дәмдеуіштерді өзіңізде қалауларыңыз бойынша қосуларыңызға болады. Подливіміз дайын болды. Күрішімізді көреміз. Күрішіміз де дайын болып қапты. Енді дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді және де тез дайын болатын тамақтардың бірі. Достар, видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Менімен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.